Карантинде қаншама адам қиналуда үйінде. Білесің бе, әлде саған бәрін айтуым керек бе? YouTube және де Instagram, VK, Telegram бәрін ашып ақтар, көзіңді жеткіз. Өрісіңді аш, болмайтын сөздерді жаттай берме гаддайым. Саған айтайын, біздің өмірде бұндай әңгімелер көбейеді, білесің бе? Неше түрлі өсектер, яғни карантин туралы көбеюде. Біреулер оны созады дейді, біреулер соны естіп жылай береді. Түсінбеймін қазіргі кезде не болады, жоқ коронавирусты неге тыға береді? Гаддайым, коронавирус деген өзіңді өзің жоғалтқан адамға тең. Өзіңді жоғалтпа бұл дүниеде. Қара сен қаншама адам қиналуда сол коронавирустың кесірінен. Гаддайым, коронавирус бәрінде қиналды, білесің бе? Коронавирус деген ауру болды, коронавирус бәрінде қиналды, білесің бе? Коронавирус деген ауру көбейді, жоқ вирус бізде. Коронавирус, жоқ вирус бізде, жоқ вирус. Коронавирус деген жоқ, бәрі де қиналды, ауыруда, білесің бе? Бұл дүниедегілердің бәрі де көз жасын төгуде. Әрине үйден шықпайды, үйден шықпаған соң неге жылайды? Неліктен айтайын, қалталарында ақша жоқ, ақшаға қарап тұрған күндері жоқ. Қаншама азық түліктер қалды шеріп, ол азық түліктері де жоғалды, таусылды бәрінің де азықтар. Қиналды қат. Қаншама халық көтерілді алдыңғы күні. Менттер оларды зорға тоқтатты, менттерге айтайын, мен саған айтайын, сен не істеп жүрсің гаддайым? Өзіңмен өзің лақ, мен халықты мал қылып, коронавирус жоқ ауру, қаншама адам қиналды, коронавирус біздің өмірге деген ықпалы тиді, мен білмедім. Әрине коронавирус бәрі де үйлерінде тығылып отыр, коронавирус жоқ ауру бізде, жоқ ауру бізде, жоқ ауру. Коронавирус, бәрі де сол коронавирустың кесірінен қиналуда. Біздің өмірде өздері жоғалтып жатқан адамдар қазіргі кезде көбеюде. Паранойя, яғни шизофрения, болмайтын ауру мен ауырады, не деген коронавирус деген әңгіме көбейіп кетті біздің елде. Бәрі де интернетте де отырып шулайды коронавирус деп, коронавирус деген жоқ ауру бізде. Неге түсінбейді бәріге? Өмірде өзгеруде, бәрінің әңгімесі тек қана коронавирус деген сөзбенен. Одан басқа сөз білмейді, сөздік қорлары таусылып қалды. Коронавирус деген әңгімені бәрі де жаттап алады, күні түні айтады. Өзін өзі жоғалтады, өзін өзі қинайды. Үйде отырады, білесің бе? Іші пысады, азығы да жоқ, қалтасында ақшасы жоқ. Отыр күйінде, маска жоқ, аузына шығайын десе. Өміріне деген шындықтың бәрін айт, болмайтын сөздерден қаша берме, мен. Қаншама адам жоғарыдан тіледі 42.500 теңге, одан бұрын 100.000 ақша тағы да қостық деді. Мен саған айтайын, мен ондай ақша жоқ, еліктемек енді жоғарыға сен. Менің есімім Тупак, жаттап ал, Фокты Жан Ахмад деп есіңе сақтап ал.